Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мінекей біздер Алматыдамыз. Кеше келдік, демалдық. Бүгін Алматыға шықтық, қалаға. Пойызбен 2 күн жарым жүріп келдік. 56 сағат ол видеоның бәрі бар бізде. Төменде видеолардан қарасаңыз болады. Енді біз Сайран автобекетіне келіп тұрмыз. Неге келіп тұрмыз бұл жерге? Біз ары қарата сапарымызды жалғастыру үшін. Сапарымызды жалғастырғанда біз Қытайға қарата барғымыз келіп тұр. Қытай болғанда ішкі Қытайға қарата, иә? Гуанчжоуға барамыз. Яғни мына жерден автобусқа мініп Үрімшіге дейін баруға болады. Біз осы видеоларымызда, осы каналда видеоларымызда своим ходом дейді, өзіміз қалай бардық арзан жолдармен бәрін ашық көрсететін боламыз. Қанша, қалай бардық, қалай тоқтадық, немен бардық, бәрін қанша ақша кетті, бәрін көрсететін боламыз. Сондықтан видеолар жіберіп алмау үшін тіркеліп қойыңыздар, қасында колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге хабарлама келіп тұратын болады әрбір видеомызда. Біз негізінде билетті алып қойдық, иә, онлайн. Жалпы онлайн сатып алып қойдық. Енді нақтылап барып кетейік. Үрімшіге дейін. Сонымен қатар ары қарата бүткіл Қытайдың ішінде не бар, не жоқ бәрін көрсететін боламыз. Енді біз билетті алып қойсақ та келіп көріп кетейік тік келдік. Себебі біз турмен бара жатқан жоқпыз, біреуге сеніп отыратын көзім жеткізіп. Ары қарата бізбен бірге болыңыздар. Билеттің бағасын қанша алдың? Онлайн 26.200 теңге сияқты, иә? Былай тіке барсаңыздар 25.000 теңге. Сайран вокзалына келіп тұрық, автовокзал. Алматыдағы автобустың түрі бар. Қай жаққа барам десеңізде, Қытайға бер жерге ашылды, Құлжа дейді, Қарғос дейді. Астанаға да бар екен. Үрімші, қайда? Бішкекке де бар керек болса, жан жаққа жүреді. Бұның арғы бетінде де бар. Ташкентке жүретіндер, тағы да басқа жаққа жүретіндер. Достар көп. Біз енді мына өзіміз ертеңге билет алып қойған, онлайн алып қойып қой интернетпен. Сол мына автобус екенбіз ескілеу көріп тұрдық. Мына жақта басқа да автобус шақырып тұр, ол жетіде жүретін автобус. Ол жаңалау көріп тұрмыз. Енді қарап тұр, қайсысы қалай болатын, не болатын. Жаңа Гүлекең сөйлесіп тұрған жерде сол автобустың нелері бар екен, Қытайдан келген қыздар екен. Қасында немен жүргізушісімен бірге бәрі жүреді сол жерде. Бізге сұрап жатыр, қалай ары қарата қалай барамыз. Үрімшіге барғаннан кейін Гуанчжоуға билетті қалай аламыз. Біз билеттің 60 мың, 65 мың екен сайттан көріп тұрдық па негізінде. Қарап бере қойсаң, білесің, тілін білесің өтсек 80 мың деп тұр ғой. Мінекей өзі бағаны қосу деген басталды да. Сондықтан сақ болу керек. Бәрін өзің біліп, өзің қарап білген жақсы екен негізінде. Мысалға білмесек алып бере қойсақ 80 мыңды билет алып берейін деп тұрды, біз білмейді деп ойлаған шығар, үлкен кісілердің өтіп. Бірақ енді өзіміз аламыз дедік. Өзіміз аламыз дедік. Бірақ жібергісі келіп тұрған жоқ, автобус ескілеу екен. Солай. Енді қай автобусқа мінетін? Білмеймін саған. Осы алыр енді шықпады. Жеттегінің несі кішкене іші тазалауын іші жоқ екен. Жүр, іске барып неден сұрақ қойып кассадан. Жаңа 8-дегі алған нені тапсырдық билетті. Енді мынаны 7-де жүретін алдық. 7-де жүретін жаңа айттым ғой, нойлау деп. Сол үшін соған алдық. Бір жағынан бар ғой, шынымды айтайын. Бір жағынан ана адамның маған жаңағыдай өзінше ақша қосқаны, зыпылдаған ұнамай қалды да. Сосын негізі жақсы ауыстырмай қойықшы, міне берейікші деп тұреді. Жаңа билет тауып бере қойшы деген кезде 20 мың теңге үстіне ақша қосып өтіп тұрды, сонысы да ұнамай қалды бір жағынан. Сол үшін де қодай Гүлеке бір жағынан. Біздер мына жерде енді Қазпоштаны іздеп келе жатырмыз. Мана Сайранның қасында Қазпоштада барып едік қой, ол жер Қазпошта емес, оның франшизасы екен. Заттарды алып жүреді. Ал филиал осы деп келе жатыр екен. Біздің келе жатқан мақсатымыз трек код бар, код береді екен. Қытайда мысалы Қазақстанға зат жібергенде оны Құлсарыға, Атырауға, кезген жерге жіберуге бір трек код болады. Бірақ мына анжақтағы қыздың айтуы бойынша ондай берілмейді дейді. Сонда сұрап кетейік деп келе жатырмыз. Келгесін жерде бәрін білейік. Сіздерге барлығын айтып отыратын боламыз достар. Жаңа в общем Қазпоштаға бардық, ол жерден код та трек код ештеңе берілмейді дейді. Зат әкелгеннен кейін ғана беріледі дейді. Енді мына жерден су бірдеме ішіп алайық, алып алайық деп жақын жерде қасында смол бар екен. Осыған келе жатырмыз. Бойкот жариялап жатқан осы смол емес қой да. Ол магнум ғой. Гүлеке? Да, точно да, магнум ғой. Мына смолға кіре беруге болады. Енді ауылға қарай қайтатын уақыт болды. Ауылға емес, үйге осы Алматыдағы үйге. Гүлеке қайтқысы келмей жүрген жоқсың ба, не болды? Тағы да бір-екі шаруа бар. Аптекаға барамыз. Аптекаға барып, тістің, бастың,
іштің дәрілерін алып алуға уақыт дәрілер. Иә? Жолда жүргенде, шетелде жүргенде тем более олар керек болады. Бірақ білетін адамдардан сұрадық. Не дейді, олар да дәрі алып бардық дейді, бір тұмауратып алып қалдық. Сол жақтан бір Қытайдың дәрісін алдық дейді. Не, олардың дәрісі енді мощный, керім екен дейді. Тез жазыларға қалмапты ғой. Біз өзіміздікін қабыл аламыз. Просто сақтандық үшін ол. Құдай сақтасын енді. Сіздер де бізге дұға етіп жақсылық тілеп отырыңыздар достар. Жаңа мына жерден юан ауыстырып алдық, бір азғантай Қытайдың ақшасына. Жолдан да ауыстыруға болады дейді. Біз аздап ауыстырып алдық. Юан, теңге, доллар әрқайсынан да аз-аздан алу керек дейсіз. Иә, сөйтіп алып алдық. Көреміз пінчет батыр па дегенмен. Гүлеке, бүгін бірталай шаруа бітір. Шаршадың ба? Азыр шаршадым, аяғым ауырды. Аяқ ауыратындай. Неге десеңіз, таңертең 10 болмай шыққаннан қазірге атып қой, сағат 7-тен кете. Иә. Бірақ бірталай шаруамызды бітірдік. Енді тек таңертең жол жүру қалды. Иә, Гүлеке, сөйлеш ал. Бұйырса таңертең 5:30-нан бастап съемка бастаймыз. Сосын бізбен бірге до конца барасыздар. Сіз бірге барыңыздар да. Қызықты, күшті видеолар бар достар. Жіберіп алмау үшін тіркеліп қойыңыздар, ема. Қытайдан видеолар жасаймыз. Даже мүмкіндік болса тікелей эфирлерге шығатын болармыз. Я бізбен бірге болыңыздар. Тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.